Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Сабақтың тақырыбы «Атам бата береді». Дедушка дает благословение. Бүгін сабақта жаңа сөздермен танысасыңдар, мәліметтен негізгі ақпаратты анықтайсыңдар. Жаңа сөздермен танысамыз. Ардагер, ветеран, соғыс, война, еңбек, труд, бата беру, дать благословение. Жаңа сөздерді қайталаймыз. Ардагер, соғыс, еңбек, бата беру. Оқушылар, жаңа сөздермен сөз тіркестер, сөйлемдер құрастырып үйреніңдер. Жақсы, оқушылар, ал енді мәтінге көшеміз. Қазақ отбасындағы өте ертеден келе жатқан ерекше дәстүрдің бірі бата беру. Бата тілі көркем, ізгі тілек түрінде айтылатын қысқа әрі мәні терең сөз. Батаның тәрбиелік маңызы үлкен. Бата берудің өз жолы, дәстүрі, рәсімдері бар. Дастархан басында, түрлі жиын тойда, отбасы мерекелерінде, тұсаукесер, тіл ашар кезінде жастар қол жайып, үлкендерден бата сұрайды. Батаны кез келген адам бермейді. Батаны көпті көрген ақсақалдар мен дана әжелер береді. Батаның түрлері бар. Ас батасы асты үстелге әкелгенде немесе ас ішіп болған соң берілетін бата. Ас батасы тамақ ішкен сайын беріледі. Рамазан батасы 3 күнгі ораза айтта айтылатын ізгі тілек, жақсы ниет. Жол батасы ұзақ жолға шыққанда беріледі. Жолға шығарда үй иесі көршілерге, туыстарға тамақ беріп, үлкен ақсақалдан бата алады. Тілек бата үлкендер жастарға риза болғанда, реті келген жерде қолын жайып беретін батаның түрі. Қазақтар сөз өнерін өте жоғары бағалаған. Бата адамға күш береді, жолын ашады, жаман күштерден сақтайды деп сенген. Оқушылар, мәтін не туралы? Мәтінде не туралы айтылған? Қалай ойлайсыңдар? Жақсы, оқушылар, дұрыс. Мәтінде бата беру туралы айтылған. Батаның қандай түрлерін білесіңдер? Дұрыс, батаның бірнеше түрлері бар. Яғни, ас батасы, Рамазан батасы, жолға шығарда тілек батасы. Келесі тапсырма, жазбаша жұмыс жасайсыңдар, оқушылар. Берілген сөздерді жекеше түрде тәуелдеп жазу керек. Бата, тәрбие, қол. Бата, благословение, тәрбие, воспитание, қол, рука. Оқушылар, бұл сөздерді жекеше түрінде жіктейсіңдер. Ребята, данные слова изменяйте в притяжательной форме в единственном числе. Напоминаю, единственное число, местоимение менің, мой, моя, мое, сенің, твой, твоя, твое, сіздің, ваше, оның, его. Мысалы, бата деген сөзді жіктеп көрейік. Менің батам, сенің батан, сіздің батаңыз, оның батасы. Ал енді, оқушылар, тәрбие, қол деген сөздерді өз бетінше жазба түрінде дәптерге жазып алыңдар. Жақсы, оқушылар, енді үйге тапсырма жазып алыңдар. 21-ші бетте есте сақта деген мәліметті
жаттап келіңдер. Есте сақта, запомните. Қазақ отбасындағы ерекше дәстүр бата беру. Особенная традиция в казахской семье – благословение. Батаны үлкен адамдар, ардагер аталар береді. Благословение дают взрослые люди, а также ветераны, дедушки-ветераны. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.